Майнкрафт әлемнің алыстағы бір ауылында тіршілік қайнап жатқан еді. Ауыл тұрғындары бейбіт өмір сүріп жатқанда, айналасындағы табиғат керемет және тыныш болатын. Бірақ бір күні аспанда қою бұлттар жиналып, жер астынан жанартау оянды. Жанартау күлі аспанды жауып, ауыл тұрғындарының өміріне қауіп төнді. Осы сәтте ауыл тұрғындары үмітсіздікке түскен жоқ, себебі оларда күл сақшысы бар еді. Күл сақшысы бұл отты басқаруға және жанартаудың қаһарлы күшін ауыздықтауға қабілетті ерекше қаһарман. Оның жанында тек күлі бар алдаспан мен шексіз күшті қорғаныш сауыт бар. Күл сақшысы ауыл тұрғындарын құтқаруға кірісті. Ол жанартаудың қаһарын ауыздықтап, отты өзіне тартып, оны басқаруға кірісті. Жанартаудың құйып тұрған лаваларын тоқтатып, оны ауылдан алысқа бағыттады. Бірақ бұл оңай болмады. Күл сақшысы жанартаудың ішіне кіріп, оның жүрегіне жету керек болды. Лава мен оттың арасынан өтіп, ол жанартаудың өзегін тапты. Сол жерде ол өзінің күлімен жасалған алдаспанды қолданды. Алдаспан жанартаудың қаһарын басып, оны қайта ұйқыға жіберді. Ауыл тұрғындары қуанышпен күл сақшысын қарсы алды. Ол ауылды үлкен апаттан құтқарды, ал жанартау қайтадан тынышталды. Күл сақшысы ауылдың батыры ретінде есімін мәңгіге сақтап қалды.